Сәлеметсіздер ме достар? Менің атым Құсни Ықыласқызы. Мен сіздерге ешкі мен түлкі деген ертегіні оқып берейін. Ертеде бір түлкі асығып келе жатып, бір шұңқырға құлап кетеді. Сол кезде жанынан ешкі өтіп келе жатып, бұлай дейді: "Түлкіжан, сен мұнда не істеп жүрсің?" дейді. "Қолығын асып кетейін" деген түлкі: "Мен әдейіге түстім, бұл жер салқын, әрі суы мөлдір екен" дейді. Сол кезде ешкі ойланбастан шұңқырға секіреді. Сөйтіп, кім көрінгенге сенген ешкі өмір бойы шұңқырдан шыға алмай қалыпты. Сондықтан балалар, көп балаларға алданбауға тырысайық. Сау болыңыздар.